Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздермен селедка под шубой салатын жасайтын боламыз. Алдымызда жаңа жыл келе жатыр. Және де қонақ күткенге таптырмас өте керемет дәмді салат. Мен өзім үнемі жасаймын. Каналыма тіркеліп отырыңыздар. Келесі видеода мені жоғалтып алмас үшін. Селедка под шубой істеу үшін бізге ең главный селедка керек. Және пияз шикі, қалған сәбіз, свекла, картоп, жұмыртқа барлығын қайнатып дайындап аламыз. Майонездің майлысы дұрыс және укроп бетін әсемдеу. Неге селедканы турап алдық, майда кубик қып, енді осыны екіге бөліп, екі слой етеміз. Арасында кішкене сүйектер болса алып тастау керек. Сенде екіге бөлеміз да, бірінші слой жібереміз. Үстіне кішкене майонез сеуіп аламыз сеткамен. Неге пияздың жартысын былайынан алып алдық, енді осыны майдалап турап шығамыз. Пиязды бетіне аздап сеуіп шығамыз. Осының үстінен картопты. Селедкадан картопты қышып енді үстіне шұқалып жағышамыз. Оны қасықпен бүйтіп жақсаңыздар да болады, бірақ қасықпен жаққан кезде ол плотно отырып қалады. Ал воздушный болып тұру үшін осылай жаққан дұрыс. Сепкен дұрыс, то есть үстіне. Енді үстінен сәбіз. Неге сәбізді теркадан өткізіп болдық, енді оның үстіне тағы да майонез. Тура осылай сетканы. Енді қалған селедкамызды бетіне салып шығамыз. Екі слой болса дәмдірек болады. Сол үшін тұз сеуіп атқан жоқпын, себебі селедка тұзды. Неге селедканы екінші бөлігінде сеуіп болды. Жақтап, енді үстінен майонезді. Жұмыртқаны бетінен теркадан өткізіп аламыз. Жұмыртқаның үстінен свекланы. Енді мынаның үстіне свекланы теркадан өткізіп шығамыз. Ең соңғы слойы майонезді жағып шығамыз. Осылай. Сетка етіп.